Ayanat. Или қолдан жасап лаваш. Или бургер қолдан жасап. Тәтті болсын. Айналып келгенде өшім сондай десе. Мамам пицца суши жейді. Ашқазым істемей қойын сонда. Или лаваш. Ой, бұл. В общем, өзім білем, не тамақ істесем де. Осыма мектепте күнде сондай тамақ дайын. Енді ол мен жасаған емес қой, мектепте поварлардың жасаған ол. Жақ, обедке не жасап қойын? Не тамақ жейсің? Пицца, суши. Домашний тамақтан деймін. Ашақ. Домашний тамақ бар. Одна жұмыртқа бар. Далма бар, сүйкла. Жоқ болмайды, ашақ. Қайнатпа сорпа ма, или қою, манты ма, сондай сияқты? Или гречка ма? Асыл запа бесеуін алып келген нес? Ненің бесеуін? Не болды наша? Жонердің. Мынаны кім заказ берді? Асыныз. Асылаз, мұнда кел. Асыныз бейса айттым ғой біреуін заказ істет деп. Ой, блин, енді қалай жейміз? Наша мойындар сен қоя берген. Кеше сен мамаң Каспий Голдын ұстап отыр едің ғой. Сен қоя признавайся. Оны деген асыз мен қолымнан жұлып алған. Соны айтпақтыр. Жоқ, тоқтай тұршы. Ладно, 5 донер, но неге донер заказ беріңдер? Хотя бы ақылдаспайсыңдар ма? Нан қара. Асыныз бесеуін заказ істеткенсіз. Жындысың ба? Ей, сен мен біреуін заказ бердім, екеулерін не төртеуін тағы да қос жердім де. В смысле екеуің? Мен жаңа ғана мектептен келдім. Айнадып ше, мен сен білем сондай екеніңді. Сен қос жегенсің ғой, көріп тұр ғой. Қумаш төрттен қош жердің болсам, осылай ұрсам ба сендерге? Енді сен өтірік айтып отқан шығарсың. Просто қыздар ұятта мамадан. Таңертең ғана жеп қой осы донерларды. Ладно, енді мама келгенше тауыстыстар. Оның енді бірақ шешімі бар. Қандай? Осы донерлардың барлығын біз жейміз. Ура! Бұқа жеме бұнды. Қыздар уже екінші донерін жегім кеп тұрған жоқ, уже осыған да тойып қалдым. Мұқаш уже сүйрегін деп қой. Ба мен уже нан жей алмаймын мен уже. Қарным тойып бітті. Жемеймін болды, айнатып, жемеймін. Аянат, отыр. Асыназ, отыр. Отырыңдар. Не үшін, мам? Құрсын. Ұйықтай не аттың? Ол ертең сабақ қой. Ұйқым кеп жатыр, мам, тез-тез айтыңызшы. Кім жеді? Мойындаңдар. Мен емес, мам, точно айтайын, мен емес. Шын айтам, мам. Мами, ұйықтап ертең сабақ етте. Тыныш. Отырыңдар. Аянат, бұл жерде наказанияның ең үлкен сен аласың. Өткен мен саған тапсырып кеттім ғой. Неге мен жоқта сендер лаваш жегесіңдер? Айттым ғой мен саған сол кезде. Болды. Сол үшін жестокий наказание болады сендерге. Келесте ондай болатын болса мені старшыға қалдырмаңызшы. Жоқ, мен сендерді қинаймын, подвалға шығарып. Мам, кешіріңізші, пожалуйста. Не солай істемейміз. Пожалуйста. Сен не күліп отырсың? Сен неге күлдің? Мен қорққанмын біліп отыр. Қорққанда адам жылайды нағыз сияқты. Кешіресіз ба бір Сендер жолға? кешірмеймін. Пожалуйста, последний раз. Әлі қош күліп отыр. Менің бірінші наказанием бар. Ертеңнен бастап мектепке боянып барасыңдар. Мам, Қысқа киініп, боянып.
С удовольствием, спасибо. Это даже не наказание. Отыр. Сендерге крысалармен ночевать ету керек. Қайтыңдар бері. 3-ке дейін санайын. Так, крысадан қорқамын деңдер. Смотря қандай крыса. Қызыл. Ашақ, сен менюда ашып крыса заказ беріп отқан жоқсың, қызыл көк дейтін. Ойшым, мына жақшым. Оң жақтарыңа 2 крыса, сол жақтарыңа 2 крыса жататын болады. Пожалуйста, құлыңыз болайын. Тиіспеңізші бізге. Хотя бы крысаларды істемеңізші. Маған болсын. Астыңызбен ашыққа тиіспеңіздерші. Крыса. Астыңызбен ашыққа болсын тиіспеңіздерші. Маған тиіссеңіздер. Пожалуйста, мам. Пожалуйста, айтқаныңызды істеймін всегда. Айтқанымды істейсің ба? Шынымен істейсің ба айтқанымды? Бәрін істейсің ба? Иә. Өткендегідей менің төсегімді саласың, жинайсың, бүкіл тамақ сен жасайсың, бүкіл қонақты сен күтесің. Иә. Только, пожалуйста, Естідің крысаларға ба? келмеңізші. Ойланып көрем. Мына 2 қыз не дейді сонда? То же самое. Кешіріңізші, бізде көмек. Болды. Ойланып көрем мен қазір. Онымен келісім Пожалуйста, бойынша. мам. Хотя бы сізге сол лаваштың ақшасын төлеп берем, пожалуйста. Менің ақшамды алдыңдар ма сонда сен? Жоқ. Мама, просто мен оны өз карточкаммен істедім ғой. Просто так за компенсацию сізге тағы да төлейін деп жатырмын. Онда болады. Так. Только не с крысами, пожалуйста. Жоқ. Қызыл мен көк. Шешім қабылдадыңыз ба? Ну ладно, бір жолға кешірейін. Отырыңдар. Онда сендерге мен дүкенге барып тәтті алып берейін ба? Тыныш. Бірақ соңғы рет қайталанбасын, соңғы рет іс-әрекет болсын бір. Иә. Дүкенге барамыз ба? Иә, дүкенге барамыз. Сендер жұқа киініп шығыңдар, жарай ма? Неге? Сол өткені горячий бір нәрсе алып беремін сендерге. Болды онда. Кеттік, киінейік. Я уже хочу горячий шоколад. Мен бара берейік. Иә, сендерге ыстық нәрсе аламыз. Жүріңдер, кеттік магазинге. Мам, сіз бара беріңіз. Иә. Мамам поведение странно болып жатқан жоқ па сендерге? Жоқ болып жатыр, сол менде күмәнданып қалдым. Мама, особенно бізді наказать етпей. Ладно, просто так наказать етпей қойып қоятын еді ғой. Енді наказанияның орнына бізге плюсом бірдеңе алып берейін деп жатқан несі? Жарайды енді. Мама, бізге келген шығар, иә. Әйтеуір инстаграмда көретін бір коучтардың пайдасы да болған шығар. Не істедіңдер, қыздар? Шықтыңдар ма? Мам, сіз әдем келіп алып кеттік. Иә, сендер шыға беріңдер. Сағат түнгі 12 ғой, тез барып келейік. Мен болды.